Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Сіздермен бірге сұрақ-жауап айдары және біздің сұрақтарымызға жауап беретін Нұр-Мүбарак университетінің ұстазы Айгерім ұстаз. Ал қош келдіңіз менің каналыма. Сізге енді сұрағымыз мына жалпы хайыз кезінде, яғни әйел адам етеккірі келген кезде неге намаз оқуға болмайды, қандай жағдайда намаз оқуға болмайды, осы төңірегінде айтып берсеңіз. Иә, ассалаумалейкум. Енді етеккір енді қыздардың өміріндегі бізде өмір бойымыз серіктес болатын досымыз. Бұл мәселе енді мынандай болып тұр. Хайыз кезінде әйел адамдарға намаз оқуға болмайды. Бұған енді хадистерден де келтірілген, және де Құранда да аяттар бар. Ва ин кунтум джунабан фаттахару деген аят бар да Құранда. Егер де жүніп болсандар, онда тазарындар дегенді. Демек біз тазарынбай, бізге намаз оқуға, немесе Құран оқуға, Құранды тіпті ұстауға да рұқсат етілмейді. Сондықтан енді бұл хайыз мәселесі жүніптікке жатқандықтан бізге осындай тыйым салынған да. Егер де оны жасайтын болсақ, ол бізге қайта күнә болып есептеледі. Сондықтан бұл жерде біз әйел адамдар қатты енді өзімізге байқау керек болады осындай нәрселерде, абайлап жүру керек болады. Енді хайыз кезінде бізде көп әйелдер шатсады өздері. Қалай деген кезде хайызы басталды, және де кейбір уақыттарда болады мынандай мәселелер, хайыз басталады, кейіннен 2-3 күнге дейін жоқ болып кетеді. Қайтадан жалғасады. Сол кезде не істейміз деген сұрақтар туындайды. Сол кезде бізде қыздар алады, менде келмей қойды ғой деп тазарады, қайта өздері ғұсыл алып намаздарын оқып кетеді. Ол негізі біздің Абу Ханифа мазхабы бойынша, фиқ бойынша, ол біз хайыздың ішіндегі таза күндер оларда хайыз болып есептеледі екен. Ат-тухру фил хайд дегенді. Таза күндер хайыздың ішіндегі, ол хайыз болып есептеледі екен. Сол себептен біз бірінші күннен бастап есептейміз хайыздың мерзімін. Бірінші күні келді ма, қанның қандай да түстері. Мысалы, ол қоңыр түсті келеді, кішкене сарғыш, бірдеңе деп айтады. Қандай да бір түрлер келсе, ол бары хайыз болып есептеледі. Және де бір уақытта тоқтап қалса, онда ол кейінен қайтадан жалғасып кетеді. Барлығында біз хайыз есептейміз. Енді хайыздың ең аз мөлшері бізде Ханафи мазхабы бойынша 3 күн ғана. Ал ең көп мерзімі ол 10 күн. Егер де осы 10 күннің ішінде толығымен ақ түсті выделение келеді ғой, сол кезде ғана ол тазарды деп есептеледі. Мысалға, бізде мынандай сұрақтар көп кездеседі. Хайыз тек қана қатты қан келетін күндері есептейді да, сәл-сәл келген күндерді уже тазардым деп есептейді. Ораза тастап кететін адамдар бар. Ораза тастап кетеді, намаз оқып кетеді, жыныстық қатынасқа түседі күйеулермен. Сол оның барлығы да тыйым салынады. Ол болмайды. Себебі кәдімгідей ақ түсті выделение келгенге дейін күту керек болады әйел адам. Енді осындай тазарғаннан кейін толық ғұсыл алып, содан кейін ғана намазға кірісуге болады. Намазға кірісті деген уже таза адам, содан кейін рұқсат Құранды да оқуға, Құранды ұстауға, жыныстық қатынасқа да түсуге, сондай нәрселер бар. Енді егер бізде әйел адамдарда 10 күннен асып кетсе не болады деген сұрақ. Ондай да болады. Ондай өте көп. 10 күн асып кететін болса, онда 10-шы күні хайыздың ғұсыл алады. Тоқтамаса да ол үзір жағдайға өтетін болады. Үзір жағдай, сол себептен ол әйел әр намазға дәретін алып отырады. Мысалы, қазір таң намазы кірді ма, таң намазға бір дәрет алады. Оның ішінде бізде 2 ракағат сүннет бар, 2 ракағат парыз бар. Екеуінде бір дәретпен алып шыға береді. 5 намаз кірді ма, оған қайтадан жаңарту керек болады дәретін. Қайтадан барлық сүннет парыздарын барлығын оқып шығады. Демек, ол үзір. Бірақ ол дәреті бұзылмаса да, асыр намазын оқи алмайды ол дәретпен. Себебі ол үзір жағдайда. Үзір дегеніміз бір дәрет бір намазға ғана жеткілікті. Осындай мәселе болады. Енді және тағы бір айтатын нәрсе, 2 хайыздың арасында кем дегенде 15 күн таза күндер болу керек. Кем дегенде. Егер ондай болмай қалса ше? Ондай болмаса, демек ол да үзірлі жағдайға жетіп қалады.
Бұл жерде тағы да қарау керек, кейбір кезде ауру себептен болады, ол кезде уже индивидуальный үкім шығарылады жеке өз басына. Бірақ бұл қағида жалпылай, жалпылама. Себебі бар әйел адамдар, мысалы хайызы бір келеді, мысалы жарты жылда бір келуі мүмкін, кейіннен келген кезде де мысалы 2-3 аптаға хайыз келуі мүмкін. Көрдіңіз ба? Ондай да жағдай болады. Кейбір әйелдерде гормональный бір өзгерістер болады, сондай нәрсе жағдайларда болып қалуы мүмкін. Сондықтан ол хайыз мәселесі кішкене қиындау, бірақ жалпылай осы қағида барлығына да жүре береді. Егер ондай бұзылыстар болса, онда әр адам өзі жеке сұраған дұрыс, жеке кеңес алғаны жөн, жеке кеңес алған дұрыс мәселеде. Жақсы, көп рахмет, толық сұрақтарыңызға жауап алдыңыздар деген ойдамын. Егер тағы да сұрақ қалып жатса, осы видеоның астына жазыңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар, лайк басып, пікір жазып, каналға жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар. Машалла.